Қайырлы күн әріптестер. Бүгін біз қызықты әдіс-тәсілдер түрлерімен танысамыз. Сабағыңыз түрлендіріп өткіңіз келсе, осы әдістерді пайдаланыңыздар. Ең әуелі менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Константинопол әдісі. Мақсаты ойлау қабілетін дамыту, сөздік қорын молайту, оқушылар ойлау қабілетін дамытады, сөздік қорын арттырады. Қолданылуы берілген сөз бойынша сөздік әріптерінен зат есімдер құрау. Сөздегі әріптерден асып кетпеуі керек. Мысалы, тақырыбымызға байланысты термин сөздерді алып, сол сөздерден зат есім құрастыру, шығару керек. Дауыстап ойлау әдісі. Бұл жұптық жұмыс ретінде жүргізіледі. Мақсаты оқи отырып ой түю, ой бөлісу, оқушыларды дұрыс тыңдауға ынталандырады. Оқылым, тыңдалым дағдылары қалыптасады, ойлау қабілеті дамиды, сөздік қоры молаяды. Қолданылуы жұптаса отырып берілген тақырыпты біреуі дауыстап оқиды, екіншісі тыңдай отырып ой түйеді, бір-біріне түсіндіреді. Келесі әдісіміз шабадан, ет тартқыш, қоқыс жәшігі әдісі. Мақсаты оқушыны алған білімін саралай білуге дағдыландырады. Тақырып бойынша оқушылардың пікірін анықтай аламыз. Жинақталған деректердің құнды болуын қадағалайды. Қолданылуы тақырып бойынша алған керекті ақпараттарды чемоданның тұсына жазады. Ал әлі де оқуым керек, толықтыру керек дегенді ет тартқыштың жанына жазады. Сонымен қатар керек емес болған артық дүниені қоқыс жәшігінің тұсына жазады. Осылайша мұғалім өткен сабақтан қандай білімін алғандығын біле алады. Бұл әдісті осындай 3 суретті, яғни ет тартқыштың, чемоданның және де қоқыс жәшігінің суретін тақтаға жабыстырып, сабақ соңында кері байланыс орнатуға болады. Келесі әдісіміз ол ыстық орындық деп аталады. Ең үздік әдісіміздің бірі, яғни қолданыста кең таралған. Мақсаты оқытуда оқушының белсенділігін арттырумен қатар, әр оқушының мүмкіндіктерін, қабілеттерін, қызығушылықтарын анықтай аламыз. Қолданылуы сыныптағы кез келген оқушыны ыстық орындыққа отыруға шақырамыз. Ең маңыздысы оқушы өз еркінен шығуы керек. Оқушы ортада тұрған үстелге отырып, тапсырма бойынша қойылған сұрақтарына жауап береді. Берілген тапсырмаға байланысты қойылған сұрақтарға жылдам жауап беруі қажет. Сұраққа жауап бере алмаған жағдайда күйді деп ескерту беріледі. Осылайша 5-6 оқушыны ыстық орындыққа отыру арқылы үй жұмысын немесе жаңа сабақты қорытындылауға болады. Екінші нұсқада ыстық орындыққа отырған оқушы сұрақ қоя алады, яғни тақырып бойынша өзінің түсінбеген сұрақтарын мұғалімге немесе оқушыларға қоя отырып жауап ала алады, яғни кері байланыс жасауға болады. Келесі әдісіміз кинометафора деп аталады. Мақсаты оқушының ой өрісін, ойлау қабілетін дамыту. Қолданылуы бір мәселе бойынша бейнесюжеттен үзінді көрсету арқылы баланың өз ойын, ой пікірін білуге болады. Назарларыңызға рахмет. Менің видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.